Сәлем достар, біздің каналымызға қош келдіңдер. Бізде бүгін игровой залда тығыламыз. Игровой залда тығылмаша ойнаймыз. Біз достар голдтағы ақшаны снимать етіп алмаппыз. Ренжімеңдер, мияқта бізде Альбина күшті ойнап жатыр. Сол үшін мына жердегі жүрген апайлардан әрең тауып алдық. 500 теңге, 1000 теңгені әрең тауып алдық. 5000 теңге деп ойлағанбыз, 5000 теңгені голдтарыңа тастаймын. Келістік па? Ал бұл ойынның шарты кім мықты тығылса, сол 1000 теңгені ұтып алады. Жоқ, 5000 теңге деп айта берекші, мен қолымда 1000 теңге болғанмен, мен голдтарыңа точно тастаймын. Төртеуіңде де голд бар ғой. Келісесіңдер ма? Давай, 5000 теңгені тастаймын. Онда 5000 теңгеге тығылмаша ойнаймыз. Кім мен көзімді жұмамын, сендер тығыласыңдар. Кім мен таба алмаймын, сол ұтыскер. Таба алмайтын жерге тығылу керек. Заңғар түсіндің ғой? Ерасыл түсіндің ғой? Мен заңғардың қасына тығылайын. Жоқ. Екеуің бірге тығылуға болмайды. Төртеуің төрт жаққа қашып кетесіңдер. Мен көзім жұмған кезде. Келістік па? Достар, мен көзімді жұмамын. Сен төртеуің тығылып қалуларың керек. Кеттік па? 1, 2, 3, мен 15-ке дейін санаймын. 1, 2. Ал достар, мен қараймын. Сөйтсе арқасында ешкім жоқ дейма. Так, мен іздеуге шықтым. Аватария сияқты үлкен емес екен Ситимол. Біз аватарияға үйреніп қалғанбыз, үлкен игровойға. Бірақ сонда да білмейм. Мыналардың қарасы көрінбейді ғой, Так. Мұның ішінде жоқ па? Жоқ па? Так, Альбина жоқ па бұның ішінде? Сұрауға болмайды, бірақ айтпа маған, мақұл? Арамдық болады, честно ойын болу керек. Анаяқтан кіресің ғой, ана есіктен кіресің. Так. Анау бір адамның тығып тұрған сол басына ұқсайды, бірақ адам емес екен. Қателесіппін. Бізде ойнап жатыр қыздар. Так, мен іздеп жүрмін. Мамочки. Кішкентай деп жатыр еді. Мен іздеп жүрмін. Ой-бай. Бәр 5000 теңгені ұтып алғысы кеп жатыр. 5000 теңге плюс мына қолымдағы 1000 теңгені қазір алады. 5000 теңгені үйлеріне барып жаратады. Так. Ойбай, уже 2 минут өтіп кетті, мен әлі жүрмін. Бұның ішінде жоқ. Не болса да мияқта жүр ғой олар. Ерасыл, көріп қойдым. Ерасыл, шық. Ой. Обознал істейма. Ерасыл емес екен. Қыздар, ол жаққа қалай шықтыңдар? Мен де шығып көрейін. Қызық болып отыр. Бұлар қайда кетіп қалды? Масқара, мына кішкентай игровой залда бұлай тығылатын болса, мен сонда аватарияда вообще табамайды екем да, достар. Аяғымда мына бақила жыртылып кетті. Қолыма ұстап ала салайыншы. Ой.
Енді ана ішің күйіп аяланы айтып қойма. Ұят болады. Білмеймін. Бірінші болып сені таптым. Өтірік Ерасыл таптыңыз. Ерасыл жоқ қой. Ерасылды көріп қой. Жоқ, дұрыс қой. Ана қыз болып шықты ғана үстіне сары жапырақ киіп алған. Жасыл жапырақ киіп алған. Ана кетіп баратқан қыз бар ғой, сол болып шықты ғой. Бірінші болып Жансаяны таптым. Ренжіп жүр маған. Көрмей өтіп кетсеңіз болады ғой, мамам болды дейді. Әділдік болмайды ғой бізде. Так. Ойбай, мен қорқынышты. Үлкендерге вообще қорқынышты екен. Әлі Ерасылды құлағына батсам. Так. Мұнан іші маған вообще ыңғайсыз. Мен енді алдынан кеттім. Қайтадан кетем. Так. Что-то мықты көрдім ба, көрмедім ба, білмеймші. Ерасыл, шық! Бұл жақты көрдім ғой мен. Көрмедіңдер ма біздің бала шағаны? Ерасыл, заңғар, шық! Көрдім. Ерасыл, заңғар, көріп қойдым. Ерасыл, заңғар. Ерасыл, заңғар, сендерді іздемеймін, болды, ойыннан шықтыңдар, мен тек аяланы іздеймін. Тығылып әуре болмаңдар, сендерді тауып қойдым. Шығамыз кәні, ойын залға шығамыз. Так, Ерасыл, заңғар, Жансаяны таптым. Ойынға мен де беріліп кеткем ғой. Мияқта апайлардың бәрі қарап күліп жатыр. Күшті ойнап жүрсіздер ғой бала шағаңызбен деп. Так. Енді оларға уәде берген мен машинада әбіржіп келе жатқан кезде күшті қыдырамыз, өзім ойнайым сендермен деп. Ерасыл, бол тез, шық. Аяла, шық. Аяла сталып қалды. Аяла ұсталып қалды. Жаным, мені қуып жүр мұнау. Қуып жүр, ау. Оған отыруға болмайды ғой. Қыздар, келдер, Жансая, жиналыңдар нараға. Кел. Аяланы. Аяла, кел. Заңғармен. Ал достар, біздің ойын алаңында тығылмашақ ойынымыз бітті. Әрине екі жігіт намыстанып, қараңдар ренжіп тұр. Білмеймін, осылардың ренжтері Шымкентке келіп бітпей қойды. Ал, кәні, бізде бірінші болып Жансая табылды. Екінші болып, мына екеуіне бөлек-бөлек кетіңдер десем де тыңдамады. Екеуі қосарланып, екеуіңді бірдей тауып алдым. Сонымен ең соңында аяланы әрең таптым. Сол үшін аяла саған 5000 теңге жоқ, саған 1000 теңге. Мына қолымда 1000 теңгені ұстатам. Мен таба алмай қалуым керек еді. Сосын мен болды, ұтылдым, давай шыға бер деген кезде сен ұтатын едің. Саған 5000 теңгені ұстататын едім. Бірақ сен ең соңында табылғандықтан саған 1000 теңгені беремін. Көңілдерің қалай? Жақсы. Ойын ұнады ма? Жансая уже аяланы қалай? Мороженныйға сындырсам екен деп тұрсың ба? Мен қоспайды ойынға. Уже ішіндегі арманын айтып қалды. Ал достар, кеңдер, сау болды айтамыз, кел. Достар, біздің видеомыз аяқталды.
болғанда сіздерге ұнататын ойдамыз. Сіздер үшін тырысып бәрін түсіріп жатыр. Өте қызық болды. Күшті таңдап, бірақ мен Иә, жеңе алмадың, өкінішке орай. Бірақ сен барлық ойында ұтыласың ғой аяладан. Ал достар, бізге лайктарыңды аямай басып, бізді қолдап отырсаңыздар, міне екі кішкентай ғана қыз сіздер үшін әрдайым еңбектеніп, түрлі видеоларды түсіріп, көңіл күйлеріңізді көтеріп жүргенді жақсы көреді. Ал сіздер кейде бағаламай жатасыздар. Ал комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.